Менде сұрақ бар. Сен ұмытса, кіруге бола ма? Иә, кір. Иә, бұл бізге жаңадан келген оқушы ғой. Қайсыңдар ай, мен ғой. Сабаққа кіріңдер, не тұрсыңдар? Тез кіріңдер сабаққа. Оқушылар, ертең менің туған күнім. Ремонтқа ақша жинаймыз. Дина, сен ақша жина, мен саған сенемін. Так, класс, ақша жинаймыз, маған тапсырыңдар. Маған мен жинайшы, пожалуйста, мен жинайшы. Осыған бере салшы, білесің, ол миыңды қағып алады. Жарайды, сен жина. Мен ақша жинаймын, бұл классын. Так, қыздар, оқушылар, 2000 теңге жинаймыз. Қандай 2000 теңге? Ремонт 1000 теңге ғой? 1000 теңге жинайтын ғой. 1000 теңгеден жинаймыз. Ойбай, қазір кафелердің өзі 2000 теңге. Қандай кафе? Қандай? Ешқандай кафе емес, қазір ремонттың бағасы 2000, 3000 кеткен өзіндегі жеңілдікпен 2000 теңге қуаттыр. Так что ертеңнен бастап 2000 теңгелер дайындалып келіңдер. Құлақ қалың ғой, сен 3000 теңге келесің түсіндің бе? Қуасың, бас, сен шеп адам емес екенсің. Қара көже дейсен, албасты мойнынан қылқындырып өлтірейін дедің бе? Тұрым бұрыш, не үшін? Папама не істеп жатсың? Қайсың? Жақсы. Сол гүлеске отырған өзің қайсың? Жақсы. Айтпақшы, сен инстаграмдағы подписчиктерің азайып қалыпты ғой? Иә, азайып қалды. Жаңа көрдім. И видеоларыңда да просмотр аз, лайктарың да жаман азайып кетті. Жаман комментарың көбейіп кетті. Маған сен айтпақшы, логин мен паролін берсең, мен көбейіп беремін ғой. Шынымен ба? Иә. Бірақ Бірақ сен оқыса, менің көрмей ба? Иә. WhatsApp-қа жазыр. Жақсы. Соғып қанша? Қайтып қалған емес? Шығып кетті аккаунттан. Не болды? Жауап тастап аккаунтын жауап тастады. Осы оңбаған қожа. Ашуланба, сабыр түбі сары алтын деген. Осы сабырлармен ақ түбіне жеттіңдер ғой сендер менің. Үйде де сабыр, мектепте де сабыр әйтеуір. Қарашы, менің аккаунтым жауап тастады, 1000 подписчигі бар. 1,5 жыл жинадым ғой осылар, сен білесің ба сен өзі? Сабыр, несі алтыны жоқ, не сабыры жоқ. Айтып болдың ба? Мен сол қожаның түбіне жетпей қоймаймын.